Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерге тікелей эфирге шығып, жалпы бүгінгі сабақ өтетін. Ол жалпы элеганттылық мәнерлері неден тұрады, соны айтайықшы. Қыздар жиналсын кішкене. Сұрақтарыңыз болса жазып өтіңіздер, сұрақтарыңызға жауап беремін. Және элеганттылық мәнерлері дегеніміз жалпы неден тұрады? Әйелдің элеганттылығы неден құралады? Сол туралы айтамыз. Жалпы әйел адам таңертең тұрғанда неден бастау керек? Біздің өзіміздің бизнесіміз бар, жұмысымыз бар. Саламатсыз ба, тойған, я, есіңіз. Сондықтан элеганттылық мәнерлері, жалпы оны қалай түсінесіздер, неден тұрады деп ойлайсыздар? Ең әуелі әйел адам, қыз баласы неден бастау керек күнін? Қалай ойлайсыздар? Қыздар жиналсын, е? Мен сіздерге жатар алдындағы дүниелерді айттым, не істеу керектігінің осы уақытқа дейін. Және енді бүгін мен сіздерге таңертең тұрғанда не жасауымыз керек, соны айтамын. Кішкене ғана уақытым бар, осы уақытымды пайдалана отырып сіздерге тікелей эфирге шығып кеттім. Таңертең тұрған бойда ең әуелі алғыс айтамыз. 12 мүшеміз түгел болып, деніміз сау болып, сәлеметсіз бе Сая ханым, күшті әңгіме, нұрлы жансыз дейді. Рахмет сізге үлкен. Ең әуелі Аллаға алғыс айтамыз. Аллаға рахмет айтамыз. Алла, я Раббым Алла, 12 мүшем түгел болып, аман болып, тынысым толық болып, денім сау болып оянғаныма рахмет. Себебі қыздар, күнде таңертең біз оянған кезде, бізбен бірге түнде жатып, бір уақытта жатып, жер бетінде қаншама адам оянбай кетті. Олардың қасында біз әлде қайда бақыттымыз. Сондықтан шүкірлікпен оянамыз. Шүкірлік айтқаннан кейін, әдет бойынша не істейміз барып? Енді әркім өзінікін жасайды, барып жуынамыз, бет-қолын жуып, тісімізді жуып тазалап. Мысалы, мен өзімнің режимімді айтып берейін. Таңертең тұрған бойда жаттығу жасаймын. Әуелі тұрған кезде мен барып жуынып, таң намазымды оқып аламын. Содан кейін барып жаттығу жасаймын. Сағат 5:30-да намазымды оқып, сағат 6-да жаттығуымызды бастаймыз. Жаттығу жасаймыз, марафонның барлық тапсырмаларын орындаймыз. Не жасаймыз? Не істеу керек күнделікті әйел? Жаттығу жасау керек, медитация жасау керек, кітап оқу керек, бет күтімін жасау керек күнделікті. Және аш қарынға шым-шым ыстықтау су ішу керек. Су ішкен кезде су мына ағзадағы терінің астындағы қажетті ылғалдылықты толықтыратын өте қажетті, ең керемет, ең керек дүние. Сондықтан бетке әжім түспес үшін, әжім түспейді емес, әжім бәрібір түседі. Бірақ беттегі әжіміміз көбеймес үшін міндетті түрде судың нормасын орындауымыз керек. Содан кейін жақсы су іштік, дәрілерімізді, дәрумендерімізді іштік. Енді жұмысқа асығып бара жатырмыз. Мен бұрын парламентте жұмыс істегенде қыздар міндетті түрде үйден боянбай шықпайтынмын. Сағат 8-де служебка келіп тұратын. Сол служебкаға дейін сағат 7-ден бастап мен 7:30-ға дейін толық дайындалып алуым керек. Шашымды, түрімді, барлығын ретке келтіріп алуым керек. Боянбай шықпайтынмын. Егер де боянбай шығып қалған болсақ, не істейміз? Ал басқаша болмады, ал бояна алмай қалдық. Ондай жағдайда ернімізге помада бояп, көзімізге көзілдірік, күн сәулесіне қорғайтын көзілдірік тағып шығамыз. Ең бірінші жасайтын нәрсе бояну емес. Ең бірінші жасайтын дүние шаш, прическа, укладка. Шашыңыз, укладкаңыз, прическаңыз бар болған кезде сыр болмаса қайжылғысыз дейді. 18 жастағылар қайжылғы есептеп көріңіз, сол менің жылым. Сондықтан прическа, укладка жасаған кезде қандай да киім кисеңіз реңіңізді ашып тұрады.
Жаңа киім сатып алған кезде сіз өлшегенде басқаша. Ал оны бір жерге шығатын кезде прическа, макияжбен киіп шықсаңыз, мүлдем басқаша көрінеді. Сондықтан міндетті түрде, міндетті шаш. Кейбір әйелдер сіздерге айтайын, маған келетін хаттар, түсетін шағымдар. Кейбір әйелдер басымды жууға қолым тимейді дейді. Тіптен ерінеді. Коко Шанель айтқан, 30-дан асқан сұлу емес әйел болмайды деп. 30-дан кейін тек қана еріншек әйелдер ғана болады деп. Сондықтан сұлу болу үшін сұлулық еңбекті талап етеді. Табиғат сұлулығы. 20 жасыңызда сізге Аллах тағаланың берген табиғат сұлулығымен жүресіз. 30 жасыңызда өзіңізді қалай жасайсыз, соны қабылдайсыз. Ал 40 жаста осы уақытқа дейін не жасап алдыңыз, соны сақтап қалуыңызға тура келеді. Ал егер 40 жасыңызда сақтай алмасаңыз, 50-де не қалды, соны орасыз. Сондықтан міндетті түрде әйелдің энергиясын қалай толықтырамыз? Әйелдің энергиясы дейді. Міне, әйелдің ішкі жағдайы мына сыртқы өзіне қарауынан, сыртқы өзін жақсы көруінен және өзіне көңіл бөлуінен басталады. Мен дым еріншек болып кеттім дейді. Көрдіңіздер ма? Бәріміз де еріншекпіз. Ерінген кезде осы екі иығымызға еріншектік деген отырып алады да басып алады ғой. Сол уақытта мына желкелеп өзімізді ұстап, көтеріп тұрғызуымыз керек. Болды. Міндетті түрде прическа. Күнде жасаңыздар прическа. Күнде. Керек болса, мысалы, күнде жасасам басым майланып кетеді. Күнде бас жуыңыз онда. Керек болса, қыздар күнде ғұсыл құйынасыз ғой. Мысалы, элегантная леди не должна проспать ночь. Ночь дана не для того, чтобы ее проспать. Ее нужно провести. Деп Коко Шанель айтқан, қыздар. Сондықтан ұйықтамаймыз, ұйқы дұшпан. Ұйықтамаймыз. Қай уақытта боянамыз, қай уақытта шашымызды жөндейміз, қай уақытта өзімізге көңіл бөлейміз. Таңғы уақытта, ерте. Күнделікті тұратын уақыттан жарты сағат ерте тұрыңыз да өзіңізге көңіл бөліңіз. Орамалмен жүргендерге қандай кеңес бересіз дейді. Өте жақсы сұрақ. Орамалмен жүретін әйел ең сұлу әйел ғой. Және сіздерге орамалсыз жүрген әйелдерге қарағанда әлдеқайда оңай, әлдеқайда тиімді, себебі сіздер прическа жасап, өйтіп уақыт бөліп жатпайсыздар. Міндетті түрде орамалдың астынан тағатын пушок дейміз ғой, қалың шашақ резина, сондай тағып алыңыздар. Міндетті түрде орамалдың астынан база киіп алыңыздар. Боне деп айтасыздар ғой, соны киіп, сыртынан жаңағы бірақ көлем беретін резинканы міндетті түрде тағып алыңыздар. Соның сыртынан орамалды жай ғана косынка секілді, үшбұрышты орамал секілді ғана байлап емес, әдемі ерекше етіп байлаңызшы. Тюрбан секілді, бір чалма секілді әдемі орауды үйреніп алыңыз. Содан кейін бояныңыз міндетті түрде. Білем, таң намазы таңертең ерте болады. Бесін намазында бояуды кестіріп тастау керек. Кетіріп тастаңыз, тағы бояп алыңыз. Қайта ол сізге тренажер болады. Қолыңызды жаттықтырып алуға. Болмаса, бесін намазын оқып, бесін намазының алдында сүртіп тастаңыз, содан кейін боянбай қойыңыз. Немесе күйеуіңіз келетін кезге, кешке келе ма жұмыстан, сізді кешке көре ма, сол уақытта боянып алыңыз. Күйеуіңіздің алдында әдемі болып шығыңыз. Жалпы далаға сыртқа боянбай шығуға әдетке айналдыруымыз керек бәрімізге. Содан кейін орамал таққан қыздарға ерекше әдемі болып көрінетін нәрсені айтайын ба, қыздар? Мысалы, міне орамал, құлағымызды жауып тұрады терек, мысалы, жобаменен осылай орамал дейікші, мынаны шашында. Орамал. Осы орамал, мына жерге көлем қою керек, міндетті түрде орамалымыз көтеріп тұратын. Содан кейін орамал таққаннан кейін барлығы жабық, мына жағымыз біздің жабық, біздің көрінетін жеріміз қай жер, былай көрсетейін, көрінетіміз қай жер, міне мойын тұсымыз. Сондықтан орамал тағатын қыздарға айтатыным, міндетті түрде салпылдақ сырға
жүріңіздер. Боянып, орамал тағып, салпылдақты сырға тақсаңыз, керемет сұлу боласыз, керемет нәзік боласыз. Сізден сұлу адам болмайды. Сондықтан сырға тағып, өзіміздің әйел екенімізді ұмытпайық. Сырға тағып, білезік тағып, сағат тағып, жүзік тағып, әдемі майысып, күйеуіміздің алдында еркелеп жүргенге не жетсін. Біздің күшіміз, қыздар, ерлердің алдындағы біздің нәзіктігімізге. Орысша айтқан кезде наша сила в нашей слабости. Ал ол слабость деген сөздің астарлы жағында талай дүние жатыр. Біздің күшіміз, біздің нәзіктігімізде. Сұлу болайық, өзімізге қарайық. Күнделікті прическа жасап, боянып, өзімізге мән беріп, назар аударып, өміріңіз құлпыра берсін дейді. Рахмет сізге үлкен, маған тілегеніңізді Аллах тағала сіздерге 1000 есе, миллион есе қайтарып берсін. Шашымызды қайырған кезде, қыздар, бұлай қайырмаймыз. Көрдіңіз бе, мен қолым жалпағынан түседі. Сондықтан қолымыздың шіңішке жағын көрсетеміз. Не мына жағын, не айналдырып мына жағын көрсетеміз. Міне бұлай, бұлай, немесе бұлай, бұлай, бұлай. Осы майысуды үйренуіміз керек, қыздар. Жас ерекшелігіне еш тәуелді емес. Кез келген жаста әйел нәзіктігін жоғалтпау керек. Тез шығып тұрыңыз прямой эфирге дейді. Жиі шығып тұрам. Жақсы, уәде берем. Баршаңызды